Сәлем достар, бүгін біз қазыны тығып көрсететін боламыз. Ең алдымен осылай еттерімізді дайындап аламыз. Содан кейін барлығын осылайынан видеода көрсетілгенде қалдыртып, ыңғайлы қалдыртып кесіп аламыз. Етімізді кесіп болғаннан кейін осылай үлкенірек ыдысқа салып аламыз. Үлкенірек ыдысқа салып болғаннан кейін чесногымызды теркадан өткізіп, чесногымызды, бұрышымызды және де тұзымызды осылайынан сеуіп қосып аламыз. Міне осылай барлық етке чесногымызды осылайынан жағып, содан кейін бұрышымызды, яғни қара бұрышымызды қосып, дәміне қарай, содан кейін тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни бұл бұрыш, тұз және де чеснок барлық жерге сіңу керек, барлық етке. Осылай біз етімізді мариновать етеміз. Міне, енді еттеріміз осылайынан дайын болады және де біз қазына тығатын боламыз. Біз міне шектерімізді дайындап алдық. Енді шегіміздің ішіне етімізді, майымызды салып аламыз. Содан кейін бізде осындай қазы дайын болады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз.